Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру. Бұл сабақта біз көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару және көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алуды үйренеміз. Алдымен өткен сабақтарда өтілген арифметикалық квадрат түбір қасиеттерін еске түсіріп өтейік. Енді осы қасиеттердің қажеттісін қолдана отырып, келесі амалдарды орындайық. Дескрипторларға назар аударамыз. Ал енді өздеріңіздің шығарған есептеріңізді дұрыс жауаппен салыстырыңыздар. Енді арифметикалық квадрат түбірдің осы қасиеттерін қолдана отырып, жаңа тақырыпты меңгеруге тырысамыз. Мәселен, квадрат түбірдің қасиетін қолданып, 3 көбейту түбір астында 10 өрнегін түрлендіру керек болсын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, формуланы қолдану үшін теңдіктің сол жағындағы 2 көбейткіште түбір астында болу керек. Сәйкесінше 3 санын түбір асты 9 түрінде жаза аламыз. Сонда түбір астында 9 көбейту түбір астында 10 тең түбір астында 90 болады. Яғни 3 көбейту түбір асты 10 тең түбір астында 90. Осы орындалған амал көбейткішті түбір таңбасының астына алу деп аталады. Келесі мысал. Түбір астында 125 санын формуланы қолданып түрлендірейік. Ол үшін түбір астындағы өрнек 2 санның көбейтіндісі түрінде болу керек екенін ескеріп, 125-ті 25 пен 5 сандарының көбейтіндісіне жіктейміз және оған арифметикалық квадрат түбірі қасиетін қолданғанымызда түбір астында 25 көбейту түбір астында 5 болады. Бұл жерде 25 санның квадрат түбірі 5-ке тең, ал түбір астында 5 саны иррационал сан болғандықтан сол күйінде қалады. Нәтижесінде 5 көбейту түбір асты 5. Қысқаша 5 түбір асты 5 деп жазуға болады. Сонымен түбір астында 125 тең 5 түбір астында 5 деген теңдік алдық. Осы орындалған амал көбейткішті түбір таңбасының алдына шығару деп аталады. Енді осы ережелерді қолданып, өрнектерді ықшамдау мысалдарын қарастырайық. Мысалы, түбір астында 20 қосу түбір астында 45 өрнегінде 20 және 45 сандарын бір көбейткіші 5 болатындай етіп, 2 санның көбейтіндісіне жіктейміз. Ал екінші көбейткіштері 4 және 9 сандарынан квадрат түбір табылатындықтан, оларды түбір таңбасының алдына шығаруға болады. Нәтижесінде 2 санның да екінші көбейткіштері түбір асты 5-ке тең болғандықтан, ұқсас қосылғыштарды біріктіру ережесімен 2 санды қоса аламыз. Келесі мысалда бөлшекті қысқарту үшін бөлшектің алымындағы өрнекке көбейткішті түбір таңбасының астына алу тәсілін қолданамыз. Яғни x және y көбейткіштер түбір таңбасының астына алынғанда x квадрат және y квадрат көбейткіштерге айналады. Ал олар түбір астындағы x және y көбейткіштерге көбейтіліп, x куб және y кубқа тең болады. Арифметикалық квадрат түбірдің қасиетін қысқаша көбейту формуласын қолдансақ, екінші көбейткішпен бөлшек бөліміндегі өрнектің тең екендігін көреміз. 2 өрнек қысқарады, нәтижесінде түбір астында x плюс түбір астында y өрнегі қалады. Сондай-ақ, иррационал сандарды салыстыру үшін де осы ережелерді қолданамыз. 3-тен 2 түбір астында 72 және 3 түбір астында 2 сандарын салыстыру керек болсын. Бұл сандарды салыстыру үшін тиімді тәсіл көбейткішті түбір таңбасының алдына шығару. Себебі 72 санын 36 мен 2-нің көбейтіндісі түрінде жазсақ, және 36-ның түбірі болатын 6 санын 3-тен 2-ге көбейтіп ықшамдасақ, 4 түбір астында 2 сан шығады. Енді осы санды екінші санмен салыстырамыз. 4 түбір астында 2,
3 түбір астында 2-ден артық. Ал 5-тен 2 түбір астында 250 және 8 көбейту түбір астында 5-тен 1 сандарын салыстыру үшін көбейткішті түбір таңбасының астына алу тәсілін қолданамыз. 5-тен 2 санын түбір астына енгізгенде 25-тен 4 болады, оны 250-ге көбейткенде 40 сан шығады. 8 санын түбір астына енгізгенде 64, оны 5-тен 1-ге көбейткенде 12,8 сан шығады. Екі санды салыстырамыз, түбір астындағы 40 саны түбір астындағы 12,8 санынан артық. Құрметті білім алушылар, енді айтылған теориялық мәліметтерді практикамен толықтырыңыздар. Ол үшін төменде көрсетілген есептерді шығарайық. Бірінші есеп: берілген сандарды кему ретімен орналастыру керек. Есепті шығаруды көрнекілендіру үшін сандарды кестеге орналастырайық. Кестедегі екінші қатарға осы сандардың түрлендірілген түрін, яғни көбейткіштің түбір таңбасының астына енгізілген түрін жазып шығыңыздар. Үшінші қатарға сол сандарды кему ретімен, ал соңғы қатарға сандарды кему ретімен, бірақ бастапқы түрі бойынша жазып шығу керек. Ойланайық. Өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырыңыз. Келесі есепте бүгінгі айтылған ережелерді қолдана отырып, берілген есептеулерді орындаңыз. Берілген есептерді шығару үшін көбейткішті түбір таңбасының астына алу, көбейткішті түбір таңбасының алдына шығару амалдарын қажетіне қарай қолданасыз, және алдыңғы сабақта өтілген квадрат түбір қасиеттерін, сондай-ақ қысқаша көбейту формулаларын да қажетіне қарай қолдануды ұмытпаңыз. Өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырыңыз. Міне балалар, біз квадрат түбірге қатысты есептердің кейбір түрімен таныстық. Келесі сабақтарда осы тақырыпты жалғастырып, есептердің басқа да түрлерімен танысатын боламыз. Жаңа тақырыпты бекіту үшін келесі есептерді сіздерге өзіндік жұмыс ретінде ұсынамыз. Сонымен қатар, шығармашылық мақсатта өз еріктеріңізбен қосымша материалдар қарап, білімдеріңізді жетілдіруге жол ашық. Бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.